Қазақмыс корпорациясына қарасты Мейкер Қарағанды құю машина жасау зауытының жұмысшылары еңбек күні қарсаңында ерекше ілтипатқа бөленді. Өз ісінің майталмандарына индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің құрмет грамоталары мен төс белгілер табысталды. Алдағы жексенбіде Қазақстан бойынша атап өтілетін мереке қарсаңында көлік құрастыру саласы мамандарының тыныс тіршілігімен әріптесім Айман Сағатай танысып қайтты. Сергей Сабиров Қарағанды қою машина зауытында 40 жылдан бері еңбек етіп келеді. Ол мектеп қабырғасын тәмамдағаннан кейін бірден осы жерге жұмысқа орналасқан. Бастапқыда көмекші міндетін атқарып, бүгінде тәжірибелі маманға айналған оның еңбегі елеусіз қалмай, еңбек ардагері медаліне ие болды. Я сдавал на экзамены, отсюда ушел в армию. Осы жерден емтихан тапсырып әскерге аттанған едім. Әскери борышымды атқарған соң қайта оралдым. Содан бері талмай еңбек етіп келемін. Зейнетке шығатын жаста жақындап қалды. Бұл орын маған өте ыстық. Ұжымымыз да жақсы. Андрей Кандауров та завод жайлы жақсы пікірде. Қаймағы бұзылмаған ұжымда жұмысқа қажетті барлық жағдай жасалған. Жалақы да лайықты төленетіндігін айтады. Ал төс белгімен марапатталуы Андрейдің отбасы ішінде тосыннан жасалған сый болды. 2 года отработал во втором цеху сварщиком. 2 жыл ішінде 2 цехта еңбек еттім. Бұл жердің мектебі де мықты. 19 жыл бойы темір сасы болып жұмыс істеп келемін. Бүгінгі марапатым үшін ерекше қуаныштымын. Алдағы уақытта да құлшыныспен еңбек ететін болам. Жұмысын құштарлықпен сүйсініп жасайтындардың қатарында Александр Юсупов та бар. Осымен 3-ші рет марапатқа ие болып отырған Александрдың айтуынша, Қарағанды қою машина зауыты әр қашан сапаға аса мән беретін өнеркәсіп. Әрине оған қолдау көрсетіп отырған Қазақмыс корпорациясының үлесі зор. Мәселен, жұмысшыларға жеке клиникаларда тегін ем-дом қабылдауға мүмкіндік бар. Даже жена входит, дети. Егер адам ауырып қалса, бұл деген әжептәуір көмек. Бізді қолдап, қорғап жүретін Қазақмыс корпорациясының арқасында жұмысшылар өмірі үшін алаңдамайды. Себебі мықты клиникаларда қаралуымызға жағдай жасалынған. Ерікті медициналық сақтандыру қызметіне Қазақмыс компаниясында ауыр жағдайда жұмыс жасайтындар да жүгіне алады. Бұл қолдаудың тек бір ғана түрі. Сонымен қатар корпорация жұмысшыларды кәсіби, ұлттық және мемлекеттік мерекелерде марапаттаудың жаңа саясатын енгізді. Айман Сағатай, Дмитрий Обара, Катабеке бизнес арнасы, Қарағандыдан.